Армысыздар, құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Бізде бүгін әңгіменің жалғасы. Қабыл алыңыздар. Әңгіме ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыра кетсеңіздер. Апа, атам соттасқанымен ол балаларды ала алмайды, дедім азанғы шай үстінде. Төмен қарап көздерімен жер шұқып отырған енем басын жұлып алып жалт қарады. Мен бәрін түсіндіріп айтып жаттым. Ақшаға сеніп соттасудың керегі жоқ. Ол деген бос әурешілік. Онан да үлкен апаға айтып түсіндіріңіз. Соттасып әуреге түсіп шығынданудың керегі жоқ, дедім. Менің ойымның үстінен түстің келінжан. Мен де солай ойлап отырғанмын. Бірақ ештеңе айтқым келіп тұрған жоқ. Оған себептер бар ғой, қайтейін, дейді. Сонан соң не себеп барын өзі айтты. Сотқа бермеңдер, деп айтатын болсам, оның соңы біраз әңгіме болуы мүмкін. Кеше Кенжебегімнің көзі деп жылады ғой. Сол маған қатты тиді, дейді енем. Бұл сөзінің соңын түсіне қойдым. Сол баяғы менің байымның өліміне себепші болуы. Ол сорлының өзі тірі қалса екен. Онан бері де 3 жыл өтті. Осы 3 жылда олардың ақшалары көбейіп, қатты байып кетті. Ақша деген адамды бұзады. Айтса, бізді көре алмай отыр деп те ойлап қалулар да мүмкін ғой. Бірақ пенденің басындағыны екінші пенде қайдан білсін? Енем содан қорқып отыр. Ашу шақырып, менің баламды өлтірген сенің балам деп айтып салсашы. Сөзден сөз шығады, ойыннан от шығады. Дұрысы тып-тыныш араласпай жүрген. Апа, Маржан кеше қонақта болып қолы тимей кетіпті. Содан ұйықтайын деп жатқанымызда жазды. Ол балаларды бермейді. Босқа әуре болмайық. Сол үшін бүгін түске екеуін де апарып беріп құтылайын, дедім. Мен сонда шынымен де аш бәледен қаш бәле дегендей құтылғым келген. Алайда мұның соңы үлкен айқай болатын білмеппін. Қайдан білейін? Шайымды ішіп, күн сәскеге көтерілгенде үлкен атаның үйіне бардым. Сондағы ойым балаларды алып кету болатын. Апарып анасына табыстап қайтсам дегенмін. Сөйтсем үлкен енемнің бергісі жоқ. Ертең апарсаң болмай ма, келіннен сұрашы. Атаң ерте тұрып жұмысына кетті. Түстен кейін сұранып келіп балалардың қасында боламын, дейді. Шал келмегенше мен мыналарды бере алмаймын, дейді. Содан басым салбырап үйге келдім. Соны бір ауыз Маржанға жазайын десем, бұл шырағым таңғы 4-тен бері телефонға қарамапты. Яғни WhatsAppқа кірмеген. Таңға дейін қаңғып жүре беретін балалық атын болады екен ғой сірә. Баласыз болса бір жөн, түсінер едім. Бір емес 2 баласы бар келіншектің мұншама алаңсыз жүру түсініксіз жағдай. Сол енді қаңғып, тап қазір ұйқыны сойып жатқан шығар. Жазып нем бар, деп мен де үндемедім. Содан оқтын телефоныма үңілумен болдым. Бұлғатынан хабар жоқ. Сөйтіп жүргенде түс болды. Тамағымызды пісіріп жеп алдық. Онан 5-гі шай болды. Келіннен хабар бар ма деп енем сұрады. Қолы босамай жатқан шығар, хабар болмай тұр деп жоп шайдым. Алматыда жұмыс деп жүр деп естіп едім. Оны мыналарға айтқаным жоқ. Бірақ мен естігенде оларды естиді ғой. Анау дүкендері тұрғанда, дейді енем. Әрине естиді ғой, апа. Олар даже сіз бен менен бұрын естиді деп қоштай жөнелдім. Өйткені анау дүкенге күн ұзақ қатындар келеді. Оның үстіне ақшасы бар адамды бәрі жағалайды. Қашан барсаң да 3-4 қатын жиналып өсек соғып тұрады. Олар біздің ауылдың ақпарат арналары. Олардың жаңалық айтпау мүмкін емес. Әсіресе абысынға жағымпазданып бұрынғы келіні жайлы сөз айтпау мүмкін емес. Тіпті тышып сүйгеніне де сөз қылады десем өтірік демеңіздер. Сонда үйде отырған менің енем естігенді олар естімеу мүмкін емес қой. Менің енем соны меңзеп тұр. Сонымен 5-ші шайды де бітірдік. Ал Маржан келіннен әлі де хабар жоқ еді. Сорлы ғой, сорлы. Сорлы демей не дейін? WhatsAppқа кіріп шығып отыр, бірақ маған жазбайды. Сонда бұл қатынға мына 2 бала керек емес пе? Ал жазбасаң жазба. Мен де саған жазбаған болсын деп тірлігімді жасап жүре бердім. Құрысын, күн кеш болды. Сонда да Маржанның балаларын сұрайтын түрі жоқ. Қорқайын дедім. Құрсын, бұл қатын аман ба өзі деймін. Қазір әр түрлі бәле бар ғой. Десек те WhatsAppта отырғанына қарағанда аман сияқты. Сол аралықта үлкен үйге шақырып жатыр деген хабар келді. Жетіп бардым. Сөйтсем, өзімен шаруамыз жоқ, баланы бізге берсін,
Саған аманат қып тапсырамын, осы сәлемімді айтып бар келін дейді үлкен атам. Не айтарымды білмей сасып қалдым. Өйткені мұндай аманатты арғалай алмаймын. Маржан маған жабысып менен көретін анық. Сен әдейі алып кеттің десе не деймін? Онан қазір бәрін күтуге болады. Бәрі шығады. Тіпті мына қатын балаларымды ұрлап кетті деп сотқа берсе, сотталып кетпесем де біраз шығын боламын. Оны бұрынға келін Маржан деп жүрген мыналар, ал қазір келін емес, келсап қатын боп кеткен. Онымен ойнаған екенсіңдер. Ойындарыңды осып жібереді. Сонда мен басым салбырап, тағы да қайттым. Мұндайда енемнен ақыл сұрамайшы. Көтек, енді не істейміз, келінжан? Қалайда алдап сулап алып апарып беру керексің дейді енем. Бірақ қалай аламыз? Қайтып аламыз? Атамның да енемнің де бергісі жоқ. Тартып сіряда ала алмаймыз. Керісінше сен де балаларың досында әкел, бәрі бірге ойнап үйрене берсін деп үлкен атам маған тапсырып жіберді. Атамның айтқаны біздің үйде бұйрық талқыланбайды. Жалпы бұл әулетте еркектің айтқаны екі болмайды. Қазірше еркегіне еркін сөйлейтін мына мен ғана. Ол да өзімнен кіші қайны болғандықтан кей-кейде айтып алатын бар. Ал анау аталарға немесе қайнағаға қарап сөйлеу деген бұл әулетке жат нәрсе. Тіпті көздеріне бас көтеріп тік қарамаймыз. Сонымен күн кешкіріп қараңғы түскенде менен күй кете бастады. Өзімнен өзім ыңғайсызданып, қорқып барам. Әлде қандай болады деп ойланып жүріп, кешкі астың қамына кірістім. Сол аралықта Маржан келіннен хабар жоқ па деп қайта-қайта сұрап жүрген енем де тыпыршып болды. Әсте бір сұмдықтың боларын ол да сезген сияқты. Қысқасы, кеше түнде маған жазған Маржаныңыз бүгін түнде бірақ жазды. Динаш, мен түнде срочно Алматыға кетіп қалып ем, пока ешкімге ештеңе айтпай-ақ қойшы. Мамам да қызулап ауырып тұрған екен. Сол үшін балаларым сенің қасында қала тұрсыншы, өзім барғанда хабарласам деп жазыпты. Мақұл деп жазып ем. Рахмет, Динаш деп жауап алдым. Сонда ғана мойымнан ауыр жүк түскендей болды. Өйткені бір қауіптен құтылғандай болдым. Сол күні атамдар да шым батты. Келін бәрін тындырды деп ойлады ма білмеймін. Біздің үй күн батқанда түрікше сериалға отырамыз. Көңіл күйің жақсы болса, бұл да бір алдамыш. Онан соң алаңсыз ұйқыға кеттік. Ал ертесіне дүкенге бардым. Содан жеңешеме көмектесіп болып жүрмін. Продукт жағында өзі жүрген, киім кешек жағында мен жүрмін. Күнделікті саудамыз жүріп жатқан. Бір кезде 6-шы сыныпта оқитын үлкен қызы кірді. Сонда мені шақырып алған жеңешем: келін, сен өзің қарайлай тұршы, біз ағаң екеуміз орталыққа барып керек деген өтініш айтты. Жарайды жеңеше, барып келе қойыңыз, өзім бармын ғой, еш алаңдамаңыз деп айта салдым. Арадан көп өтпей ағамның көлігі келіп тоқтады. Кассадан бір уыс ақша алып қалтасына салған жеңешем шығып кете барды. Сөйтіп қыз екеуміз қалдық. Айтып ем, бұл дүкен өте қолайлы жерде. Ауылдың ортасынан өтетін үлкен жолдың бойында орналасқан. Сол жолдан өтетін жүргіншілер де осы дүкенге тоқтайды. Өйткені ауыл ортасы әрі 4 торап жолдың қиылысы. Сол аралықта енем қоңырау соқты. Келіп кішкентайды емізіп кетесің бе, әлде өзім апарайын ба келін дейді. Әкеліңіз дейін десем күн суық еді. Тоңдырып алармын деген оймен өзім барайын апа деп айта салдым. Келе ғой деп тұтқаны қоя салды. Арғы жағынан кішкентай қызымның жылаған дауысы шығып жатты. Шыдап тұра алмадым. Гүлім, сен өзің тұра тұршы, мен үйге барам да келем деп шығып кеттім. Әй қырсық, телефоным қайда еді? Енеммен сөйлесіп болып сол жерге қоя салыппын. Осы күні телефонсыз жүру қайда? Біраз жер ұзап бара қайтып жүгірдім. Онан ұзап беріп киімдер жағын өттім де, телефонымды қалтама салып шығып бара жаттым. Қашан келесіз жеше деген кішкентай қыз қала берді. Үй мен дүкен арасы жақын, бір ғана көше. Құрғақ күнде 5 минуттық жол. Содан келіп үйге кірсем, енем бөпемді көтеріп теңселіп жүр екен. Дереу қолынан ала сала емшегімді шығарып аузына тостым. Аш қалған қызым иітініп сорып жатыр. Осылайша арадан 5 минут өткен шығар. Сыртта жүрген енем жүгіріп кірді. Әй келін, дүкен өртеніп жатыр дейді дір-дір етіп. Иман, әкем ұшып кетті. Қандай дүкен деп сасқанымнан. Тілден қалған енем: өзіміздің дүкен дейді, үлкен атамның үй жағын көрсетіп. Қызымды тастай сала атып шықтым.
Шырылдап жылаған қыз қала берді. Жүгіріп жортып келем. Дүкеннің есігінен қара түтін будақтап жатыр. Қорыққанымнан қыстық пальтомды да кимеппін ау мен сорлы. Содан жан екпінімен келіп есіктен кірдім. Гүлім, гүлім деп айғайлап жатырмын. Гүлімнен жауап жоқ. Мен сонда онан сайын бақырып айғайлап қара түтіннің арасынан аласұрып қызды іздей бастадым. Бір кезде тынысым тарылып кетті, басым айналып бара жатты. Қайтып шығайын десем, айналамда түк көрінбейді. Ойбай, есік қайда деймін айғайлап. Онан кім бар есік жақта деп бақыра бердім. Сол кезде әлде біреу келіп суық суды шашып жіберді. Онан шашымнан ұстай сүйрей жөнелді. Ары қарай не болғанымды білмеймін. Көзімді ашсам, тас төбемде аңырап жылап тұр енем. Ойбай апа, гүлім қайда, гүлім деппін бақырып. Әлде бір еркектің гүлім осында, аман есен бар қызым деген дауысы шықты. Сонда ғана басымды көтеріп дүкен жаққа қарадым. Есік терезелерінен шыққан түтін қап-қара жолақ салып тастапты. Бүйір болғанда жиналған жұрт сөндіріп үлгеріпті. Алайда мен тұрған киім-кешек жағы түгелдей жанып кеткен. Өртті сөндірмекші болған адамдар терезелерін сындырып тастаған. Сөйтіп шелек-шелек су әкеліп шыққан. Әйтеуір Құдай сақтап, ауыздықтап үлгерген. Осылайша мен бейбақ, біреу еді маям, екеу болды қаям дегеннің кебін кидім. Анау екі баланы қайғырып жүргенде, мынау жығылған үстінен жұдырық болды. Өйткені бір-біріне іштей тіс қайраған екі әулеттің ортасына тағы да сызат түсті. Неге шығып кетіп қайта кіріп шыққансың деп сұрады жеңешем. Телефоным қалып кеткен екен, соны алып шықтым дедім. Жеңешем әрі қарай ештеңе демеді. Тек соңғы айтқаны 2 миллиондық тауарым жанып кетті. Бұл әлі мына дүкенді жөндеуге кететін шығынды қоспағанда деген болды. Міне осымен бәрі бітті. Енді маған ескі комок та жоқ. Өзі өсептеп өзі беріп жалақы да жоқ. Құрысын екеуі де керек емес. Кештім бәрін, өттім. Тек мына екі отбасының ортасына ойсырап қалмаса болды деп тіледім. Алайда мұның өкініштісі сол күні жеңеше мені шақырмаған. Үйде қарап жатқанша тыйым болсын деп мен сорлы өзім барған едім. Онан қызым жылады дегенмен телефон үшін қайта кіріп шыққаным күдік болды. Дегенмен өрт сөндірушілер берген қорытындыда өрт ішкі электр желісінен шыққан. Ешқандай қасақана от қою, темекі тастау немесе сіріңке жағу деген болмаған деп берді. Дегенмен бәрібір жеңешем менімен бұрындағыдай болмай қалды. Сәлем салсам селсоқ суық амандасып қоя салатын шығарды. Әлде бір көріп келге барыпты деп сыртта есіптім. Қасақана жасалған ештеңе жоқ деп айтыпты. Сонда да мен күдікке қалдым. Құрғыр, күдік дегенің иманнан айырады деген бар. Шын сөзімді айтайын, Алла куә. Төбемде Құдай бар. Ол өртке менің түк те қатысым жоқ. Кемтік толар жаман аман болсын жеңеше. Дүние деген табылады ғой. Сонда менің жеңешем біразға дейін бұртиып жүріп әрең басылды. Оған себеп арадан көп етпей. Марқұмдардың жамбасы жерге тиген күнде 2 үй 2 мал сойып, ұлдарына Құран бағыштап жатты. Сол жерде сөйлеген үлкен атам күбір-сыбырдың бәріне нүкте қойды. Мал, жан аман, отбасымыз бүтін тұрғанда артық сөз айтушы болмаңдар. Біз қаныш екеуміз бір атадан туған екі ағылмыз. Бізді Құдай айырмасын. Жолдан қосылғандар жөндеріне жүрсін деп айтып салды. Әне сонан соң барып жеңешемнің үні өшті. Қайтып дүкендегі өрт жайлы айтпайтын болды. Ал енді бұл беректе болған әңгіме. Мен Маржанның 2 баласына оралайын. Сол 2 бала біздің үйде 1 апта жүрді. Сол 1 аптада қарын тоқ, киім көк болды. Олар біздің үйге сонда үйренді. Үлкен атамды болмаса үлкен енемді жетектеп біздің үйге күнде келетін шығарды. Оларға керегі менің 2 қызым. 4-еуі қосылып үйдің ат көпірін шығарады. Күн ұзақ ойнайды, шай ішеді. Түрлі тәттілер пісіліп берем. Үлкен атам да шат-шадыман. Жұмыстан келгенде сол 2 бала қайда жүрсе, сол үйге кіреді. Олар көбінше біздің үйде. Содан ел жататын уақытқа дейін күтіп отырады. Сонан соң ғана екеуін ертіп алып үйіне кетеді. Бірақ ол кісі күн ұзақ жұмыста. Кейде 4-еуін де көлігіне отырғызып алып ауды қыдыртады. Тәттілер әпереді. Қысқасы қатты бауыр басты. Сөйтіп жүргенде бір күні тал түсте атой салып, бұрынғы құдағи келді. Үйге кіріңіз деп менің енем жалпақтаған болды. Алайда
Такси жалдап келдім деген құдағи екі баланы жетектеп кете барды. Мен мына жақта Маржанға жазып жаттым. Олған шықтан жауап болмады. Көзі ашып жұмғанша құдағи көзден ғайып болды. Арадан көп өтпей үлкен ата жұмыстан келді. Біздің үйде деп ойласа керек. Менің қошаққандарым қайда екен деп кіріп келді. Сәлемін салған енем болған жағдайды баяндады. Сонда қолындағы тәттілер салынған пакетті лақтырып жіберген атам көлігіне қайта отырды. Оған қойыңыз, бармаңыз дейтін бізде қауқар бар ма? Ол кісіні тоқтататын менің атам ғана еді. Қырсыққанда атам да үйде болмады. Сол жерде үлкен атам шығып кетті. Өз атамызға қоңырау соғып, біз қала бердік. Ай, осы менің үлкен атам бекер қылды, бекер. Түсінесіз ба? Ол екі балапаның бойындағы қаны ғана сіздікі ата. Өздері Маржандікі ғой. Маржандікі. Ал Маржаныңыз мен бірінші рет соққан қоңырауды көтермеді. Демек ол қатын ауылға келіп, әдейі шешесін жіберді деген сөз бұл. Үлкен атаның басы дауға қалды. Үлкен атам сол күні не бүлдірген білмеймін. Таңертең тұрсам, Маржаным біраз дүниені жазып тастапты. Кеше қоңырау соққанда көтермеген қатын түн ішінде WhatsApp-қа кіріп құсып түсіпті. Біз ол кәрі қақпасты жасы үлкендігі үшін сыйлап үндемей жібердік дейді. Оқып отырып аузым ашылып қалды. Не деген шайпау сөздер дерсің? Аузына ақ ит пен көк ит түнімен кезек-кезек кіріп шыққан сияқты. Онымен қоймай мен саған сеніп беріп жіберіп ем. Екеуі сенің үйің болсын дейдім. Анау кәрі қақпасының үйінде емес деп жазыпты. Бұл дегенің бұрынғы сыйластықтың құны кеткенін көрінседі. Дегенмен, маған Маржаның мұндай сөздерді жазу заңдылық болатын. Өйткені ол осының бәрін менен көрді. Құрсыншы, баласын алды ғой өзімен кетсін дейін десем, бұл қатының сөздері бір түрлі. Сонда ғана мен ақымақ оның мына абысынмен де сөйлесіп тұратынын түсіндім. Сөйтіп, кезіндегі тату тәтті екі келін қақ жарылдық. Егер сол кездегі өзімнің түсінгенімді айтсам, енем дүкенін сұрағаннан кейін абысыным өзгеріп бара жатты. Соны аңғарған едім. Ал арадан көп өтпей дүкенінде болған өрт жығылған үстіне жұдырық болды. Сонан соң мұның тағы бір олқа түсі, қайнағамызда қанша байлығы болса да жалғыз қызы бар. Әлгі 6-шы сыныпта оқитын қызды айтамын. Әйтпесе өзі жап-жас абысын әмеңгерлікті қолдап шығу түсініксіз жағдай еді. Сонда қолай көріп екі баласымен Маржанды әпере салғысы келген ғой деп жүріп едім. Бірақ Маржан ол кезде 30-ға таяған еркекті менсінбеді. Және де ағамыз қазіргідей қуатты да емес еді. Анаумен сұрап жүрген күркедей комоктан басқа түгі жоқ еді. Түсінгенім, тап қазір Маржан оларға жоқ демейтін шығарау, кім білсін. Алайда бәрі бір сұрақ көп. Егер жоқ демейтін болса, ендеше неге баланы алып кетті? Керісінше соларға үйрене берсін деп жіберіп қойып отырмай ма? Айттым ғой, бұл жерде бір шикілік бар. Ішкі түйсігім мені ешқашан алдамайды. Мынау абысын мен Маржанның жеке құрған жоспары болу әбден мүмкін. Айтқандай, әнеу күні дүкен өртенетінде мына екеуі қайда барып келді? Осылар сонда Маржанға барып келген сияқты. Өрт болған естігенде 3 сағаттан соң әрең жетті емес пе? 3 сағат дегенің мынау тұрған аудан орталығына 30 рет барып келетін уақыт қой. Аудан деген мына біз, орталығы деген қол созым жерде, анау тиіп тұр әне. Есептеп қараңыз, Алматы бізге 3-4 сағаттық жол. Демек ол екеуі Алматыдан келді. Ал Алматыда кім бар десеңіздер, ол жерде Маржан бар. Бұл бір жағынан қарасаңыз әрине күлкілі нәрсе. Алайда осындай қылықтарынан кейін жеңешемнің ойын анық ұққандаймын сірә. Оның Маржанды қатын қып әпергісі жоқ, тек балаларын алмақшы, немесе бала тудырып алмақшы. Суррогат ана деген естіп едіңіздер. Меніңше әне сондай нәрсе. Бәлкім Құдайдың өзі кешірсін, мен шатасып тұрған шығармын. Сол үшін бұл қазірше жұмбақ болып қала тұрсын. Сонымен арадан көп өтпей дүкенде жөндеу жұмыстары басталды. Бұл екеуі құрылыс материалдары деген желеумен Алматыға кетіп отырды. Тіпті апта сайын тауар деп бір кетіп, материал деп тағы бір кетіп жүрді. Қысқасы 2 күннің бірінде қосақтасып
Алматы асатын шығарды. Мұның тағы бір қызығы, сол кездерде Маржан да Алматыда болып жүрді. Өткендегі жазғаннан соң мен онымен сөйлеспей кеткен едім. Алайда көп жүрмеді. 10 күндей үзілістен соң өзі бастап жазып хал сұрап жүрді. Мен оның ойын түсінбейтіндей ақмақ емеспін. Байқағаным, оған керегі біздің үйдің ішінің өсегі болды. Өйткені Динаш шалдар не деп жатыр, кемпірлер не деп мияулап жүр деп сұраған болады. Бәрі жақсы, ешқандай жаңалық жоқ. Сол баяғы өзің көргендей күйбең тірлік деп қоя саламын. Қысқасы, бұл менен интерес сұрап жүрген білдім. Бұл қатын бұрын олардың халын сұрамақ түгелі, аттарын атамайтын. Қазір жазса болды, шал, кемпір не деп жатыр деп сұрайды. Оның бір кәкірі барын біліп қойған соң, мен де тұшымды жауап жазбадым. Бір ауыз сөзбен жылы жауап қоя саламын. Бұл сорлының амалы қалмайды. Сұрамайын десе болашаққа жоспары бар. Сұрайын десе мен айтпаймын. Өзінің де әбден іші толған. Іші толмай қайтсын. Ақша бар, бұл қатында бозылып жүр. Оны бұзға мына менің бабысыным. Жоғарыда айттым ғой, байына басы, байлы қатын ғып әпергісі келмейді. Бірақ оларға бала керек. Қыз кісінікі деген бар. Моншама дүниеге ие болатын еркек тұяқ керек. Сол үшін олар осындай жасырын жоспармен жүр. Ал енді анау жеті мұл бар ғой, соны неге асырап алмайды дейтіндерге айтарым, ол баланың әкесі белгілі, өзінің марқұм қайнасы. Сол үшін абысынға өз байының кіндік белінен туылған бала керек. Өйткені мына бала бәрі бір қайнысының баласы болып есептеледі. Оларға ондай бала осы Маржан ғана тауып бере алады. Тап қазір Маржанның да мұртын балта шаппайды. Қымбат бренд киімдер киіп жүр. Ана WhatsApp-тағы тұрған суретіндегі шубасының өзі кемі 300 мың теңге тұрады. Ол кезде 300 мыңға шуба кию түгі жұмысы жоқ 2 балалы қатын памперске ақша таппайтын заман еді. Вот так вот. Біздің Маржанның массаж оқыдым, тырмақ боядым, шаш қидым деп жүргенің бәрі өтірік қой. Өтірік деймін, өтірік ол. Оның ештеңесі жоқ. Оның тіпті бір мастер қызбен пәтерде тұрамын дегенде өтірік. Ағам пәтер төлеп жүр, абысын мастер болып жүр. Бұл қатын сырттан томпышып, сандырақтап отыр демеңіздер. Тап қазір WhatsApp-та ақтарайын деп қарадым. Сөйтсем тағы бір жұмбақ. Сонау күні Маржан маған, аяқ асты қалаға кетіп қалдым. Балаларым сенің жанында бола тұрсыншы деп жазды ғой. Сол күні ағам мен жеңгешем үйде болмады. Харгоз алыс, ерте шығуымыз керек деп түнде тайып тұрған. Демек, ел аяғы басылғанда барып, олар Маржанды алып кетті деген сөз. Тағы бір рет айтайын. Вот так вот. Ал енді жеңешемнің негізгі ойын айтайын. Абысын әп-әдемі Маржанды байына әпергісі келмейді. Онда еш жерде жоқ. Қандай есі дұрыс қатын қойында жатқан байына жап-жас сұлу келіншекті әпергісі келеді дейсің. Дегенмен бірен саран ондай әпер бақан қатындар да табылатын шығар. Алайда жеңешемнің көздегені басқа нәрсе. Оны да айтайын. Бұл қатын анау 6-шы сыныпта оқитын. Гүлімнен басқа бала жоқ деп айттым ғой. Құдай бермегенді тартып ала алмайды. Енді мұншама байлыққа ие болар еркек кіндік керек. Оған Маржанның қатып кетеді. Сақадай сай тұрған дайын келіншек. Бұлар енді соны айналшықтап жүр. Өйткені суррогат ана дегенді мен ойлап тапқаным жоқ. Ал енді Диас бар ғой, соны неге алмайды десеңіздер айтайын. Жеңешеме ағамның кіндік белінен шыққан бала керек. Диас бала бәрібір марқұм інісінің баласы. Оны дүйім жұрт біледі. Мына қатын отырып алып сырттай тон пішіп айта береді екен ау демеңіздер. Олай десем, әлде қандай негізім бар. Жалпы тап қазір Маржанның үстінде 500 миллиондық киім бар. Қанша жерден мастер үйретті дегенмен де 3 айда мұндай дәрежеде киіну екінің бірінің қолынан келмейді. Яки болмаса, ол Маржанның бай тұратын көңілдесі бар. Естеріңізде болса, басында айтқан ем, ақша болса Маржан еркек таңдамайды, маймылдан бері болса болды дегенмін. Әне бір ақсиған жүнтөс Әзербайжанмен де жүрді ғой. Ол менен жасырған да жоқ еді. Соны білетін жеңешем оны сындырып алды. Ал енді мәне сіздерге күмәнім имамнан айырылмаса екен деп қойып, әрі қарай тұжырымды айтайын.
Көресіздер, менің осы екі ойымның бірі болашақта белгілі болады. Күте жүрейік. Ал енді сөйтіп жүргенде біздің Маржан тағы да пайда болды. Өзінен өзі хал сұрап жаза бастады. Менде бәрі жақсы. Үй тіршілік, бала шаға деп қоя салам. Бұл енді мақтанып бастады. Қалаға үйреніп жатырмын. Болашақта қаладан үй алып сонда тұрғым келеді. Ол жерде мүмкіндік бар, дейді мақтанып. Иә, маңдайынан көрерсің жаным. Өзің білесің ғой, ол жауын деп қояды. Сөйтіп жүріп, ол маған, Динаш, сен үй жаққа келші, екеуміз әңгіме айтып отырайық. Диас сұрап қоймай жүр, қыздарыңды ертіп әкелші деп жазды бір күні. Көреміз деп қысқа қайырдым. Онан соң мен де қатынмын ғой, маған да өсек керек, қатты барғым келді. Бірақ ол үшін әуелі енемнен, онан соң байымнан рұқсат сұрауым керек. Сонан енеме бардым. Апа, Маржан шақырып қоймай жүр, барып қайтайын, дедім. Маймөңкілеп. Ойбай, жолама құрсын, тағы да бәлеге қаларсың мыналардан, дейді енем, үлкен атамның үй жағын нұсқап. Мұндайда не дейм, жарайды ендеше деп қоя салдым. Алайда Маржан шақырған қоймады. Бұл сол жылғы жаңа жыл таяп қалған кезет, келсе үйіңнен шықпай жүре бересің бе? Дейді өкпелеген боп. Қорғыр барғымақ келеді ғой, бірақ енесі, байы бар қатынның күні осы, солардың рұқсатынсыз ешқайда шыға алмайсың. Өзі мына боқмұрынды алдап сулап әрең дегенде бай қылдым. Бұл сорлы енді өзін еркек сезініп тұр. Тіпті анда-санда бұрқ етіп, қайнаған қазандай бола қалатыны бар. Онысын қызғанышы деп түсініп мен жүрмін. Дұрыс қой, еркек деген қатынды қызғануы тиіс. Сонда ғана сен өзіңнің оған керек екенін түсінесің. Бірақ шектен шықпау керек. Қызғану да ретімен болу керек. Сол үшін сұранбай кеткен дұрыс емес. Сөйтіп менің Маржанға баратындай жолым бола қоймады. Жеңешемдер болса дүкендерін қайта жөндеп іске кірді. Жаңа жыл болса жақындап қалды. Бұл дегенің сауданың қайнайтын кезі. Жеңешемнің саудасы қыза түсті. Содан бір күні бұл біздің үйге бас сұқты. Өткендегі өрттен соң есік ашпай кеткен еді. Не үшін келген айтпай-ақ түсіндім. Келін, ертеңнен бастап дүкенге көмектесші, ақшаңды берейін деді. Мақұл жеңеше деп қуанып қалдым. Қуанбай қайтейін, менің өмірім кемпір шалмен екі сиырдың айналасында өтіп жатты. Ал жеке сауда дегенді алдағы көктемнен бастаймын деген жоспарым болған. Оған дейін қарап жатайын ба? Көмекке барып жүрдім. Шынымды айтсам, сауда деген қиямет енді. Бұл желтоқсанның соңы еді. Аптадан соң жаңа жылдық кіріп келді ғой. Бір күні зулап келіп дүкенге кірген жеңешем қалтасынан бір бума ақша шығарып, көз алдымда санай бастады. Онан кассадағы ақшаны алып қосты. Сонан соң маған келіп кет деп Келінжан дүкенді Айда екеуіне тапсырды. Мұқият болыңдаршы, біз ағаң екеуміз тауарға жүргелі жатырмыз дейді. Жарайды жеңеше деп қала бердім. Сонда біраз Қытай сөмкелерін көлігіне салған жеңешем мен ағам жүріп кетті. Әне қара, осылар өзгеріп жүр емес пе? Бұрын таңмен тұрып кететін тауарға енді күн батқанда жүретін болған. Онысын қыс айы ғой, жер тайғақ, жай жүреміз деп түсіндірмекші болады. Бірақ бұл меніңше өтірік. Қап бәлем, тұра тұр сен қатын. Мен егер шынымен де білгім келсе, бүгін ақ біліп алам деп, сол күні ақ ойлап қойғанмын. Расау, оларды маған андып не керек? Білгім келсе, оп-оңай ғана жолы бар. Бірақ онан маған не пайда? Не істесе де өздері біледі ғой. Маған зияндар тимесе болды. Маған сол жерді әперіп үйімді тұрғызып берсе болды емес па? Ал сол күні ерте кеткен екеуінің әрісі маған белгілі. Жеңешем бас боп жүр. Қой қашырғандай боп Маржанды қашырады. Басында суррогат ана деп түсіндіргенім сол еді. Адамнан әйтеуір айла артылған бар сірә. Бірі туған баланы бір алады, яғни келісіммен алады. Түбінде тұяқсыз қалғаннан жақсы ғой. Бұл да бір табылған ақыл емес пе? Бірақ оның несін жасырады деймін де баяғы. Сол күні күн қарайып біразға дейін өте қызу сауда болды. Тік аяқта тұрып Гүлім екеуміз петардтан бастап маскаға дейін саттық. Жаңа жылға деп сатылған сыйлықтың ғой сан есебі жоқ. Сағат тілі түнгі 11-ге жетті. Екеуміз де қатты шаршадық.
Содан үлкен атамды шақырдық. Біраз ақшаны алып Гүлім қыз үйіне кетті. Үлкен атам келіп көлігімен алып кетті. Үй арасы жақын болса да, біз түнде жаяу қайтпаймыз. Не осы үлкен атам, не менің атам келіп алып кетеді. Сонда менің ойыма бір қулық сап ете қалды. Оған себеп Маржанның WhatsApp'та жоқтау болды. Болғатын 4 сағаттан бері WhatsApp'қа кірмепті. Демек, жеңешемдермен бірге жолға кетіп барады. Жолда сет жоқ. Сонда қайда бұл? Айтыңыздаршы. Сет бар жерде менің Маржаным WhatsApp'қа кірмей 5 минут отыра алмайды. Оны білем. Қазір міне Алматыға жетсін, сонан соң тым болмаса WhatsApp'қа бір қарайды. Мен сонда уақытты шамалап аңдып отыра бердім. Сағат тілі түнгі 11:30 болды. Бұл ағамдардың Алматыға кіретін уақыты. Әне Маржан қаншық WhatsApp'қа кірді. Әй, осы деп барам. Қоя салды. Сөйтсем, қайдасың Маржан, үйдесің ба? Ертең түсте барам деп жазып жібергім келді. Міне менің ойлаған құлығым осы еді. Жазып жіберсем ба деймін, өзі маған келші деп қоймай жүр ғой. Қане, сонда не дейді екен? Әй, жоқ, мен үйде емеспін дейтін шығар. Мүмкін аяқ асты Алматыға кетіп қалар дер ме екен. Қайдам? Айта қойса жақсы. Оны менің жеңешем айттыра мәселе. Күдік болатындай бәрі де біледі ғой. Қой құрсын, жүніме жүрейін. Олармен шатағым жоқ деймін. Мен мұны ешкімге айтпаймын деймін. Бірақ жеңеше, өзің айтқан жерді әперіп, үйімді соғып берсең ғана шатағым жоқ. Ешкімге айтпаймын. Десем де мен де қатымын ғой, тіпті айттым ғой. Егер Маржанның кеткеніне анық көзім жетпесе, мұның бәрі бос сөз болады. Демек, тап қазір жазып сұрамасам да, ертең түске қарай жазып сұрап көрейін. Өйткені олар бізге кеткенмен бірге келмейді. Маржан жүріп жатқан таксилермен қайтады. Ал аға мен жеңешем тауар деп қайтады. Қысқасы Алматының бір пәтерінде бүгін түнімен қой қашырым болады. Сол қашқан қой жаз ауғанда төлдейді. Маржанның көктем шықса қалада тұрамын деп жүрген содан. Өйткені қарны қампайып бастайды. Сол кезде ағамдар оны қалаға апарып пәтерге тұрғызады. Әр қарай барып, кеп барып жүріп босандырып, балаға тайғанда сәбилер үйінен алдық деп ауылға келеді. Нәтижесінде бала бөтен бала болмайды. Ағамның өз қанынан болады. Менің тағы бір байқағаным, жол тайғақ келін жан. Біздің ертерек кетіп жүрген содан деп өзінен өзі жеңешемнің жуып шайған еді. Шынымен де ұрының арты қуыс деген осы шығар. Әйтпесе ол қатын менен ештеңе сұрамайды және де отчет бермейді. Әйтеуір соңғы күндері өзінен өзі зыпылдап барады. Құдай мұның ақырын бергей, не болса да кейін көрерміз, айттым ғой. Тағы бір рет айтамын. Егер менің жерімді әперіп, үйімді соғып берсе, менің олармен шатағым жоқ. Әрі кері қалар өздеріне байланысты. Сыйға сый, сыраға бал деген бар, сыйластық болды. Маржанды тоғыза ма, басқаны ма, ол жағы менің тобығымнан келмейді. Сол күні қатты шаршаған екенмін, сұлық түсіп ұйықтап кетіппін. Ауылдық жердегі келіндердің күні белгілі ғой, таңмен тағы тұрады. Өйткені ерте оянған енең мен атаң шай ішіп отырса, сенің ұйықтап жата бергенің орынсыз. Бірақ бұл мен үшін түк емес. Соңғы жылдар үйреншікті жағдайға айналған. Содан апыл-ғұпыл киініп, жуынып, шайынып, қастарына отыра кеттім. Менің атам көп сөйлейтін адам емес, ретсіз сөйлемейді. Сырт көзге әлденеге өкпелеп, томсырайып отырған адам сияқты көрінеді. О баста келін боп түскенімде, мен өзім де соған таң қалғанмын. Тіпті марқұм күйеуімнен, мен бірдеңені дұрыс жасамай жүрмін ба деп, әлде атам мені ұнатпай жүрмі деп сұрағанда кездерім болған. Алайда менің атам мына бүгін басқаша күйде отыр. Құйып берген қоңыр шайды сіміріп қойып әлденен айтып отыр. Сол екі баланы біздің үйге әкеліп тастаса болады ғой дейді неме. Құрсын, біз енді тып-тыныш жүрейікші. Өткенде сол балаларды біздің келін әкелді. Бұған әкел деп мен айтып едім. Оның соңы біраз айғай болды. Өзің көрдің ғой деген енем, онысын мақұлдай қоймады. Атам сонда одан әрі сөйлеп жатты. Мен басқа нәрсе айтып отырмын. Ол келінді бірде қалада, бірде ауылда жүр дейді. Соған қарағанда істейтін нақты жұмысы жоқ сияқты.
келіннің өзі оқыған оқуы бар ма еді деп сұрады. Оның мамандығы технолог ата деп мен өзім араластыр. Өйткені атам өзі осы сөзді маған қарап айтты. Демек менен сұрады. Ол не оқу екен білмеймін, қазір түрлі мамандықтар шықты ғой. Егер жұмыссыз жүрген болса, ана келіннің дүкеніне көмектессе, ақшасын төлейді ғой. Онсыз да сол дүкенге келіп кетіп жүр. Бөтен адамдар емес қой, дейді атам. Осы кезде барып менің есіме Маржан түсті. Содан асығып шығып телефонды ақтардым. Әрине мұндайда ең әуелі WhatsApp-ына қараймын ғой. Бұл сонау түнен бері жоқ. Сонау дегенім, олар Алматыға жеткен кездегі кеткен уақыт шығар жаңағы. Себебі Алматыны білемін. Бір жерге бару үшін 2 сағат ерте шықпасаң, уақытында жете алмайсың. Алматының әйгілі кептелісі бар қала. Мен осылай ойға батып отырғанда атам тағыды сөз қозғады. Кемпір оған өткен барғанда, балалар біздің үйде жүре берсін, қалаң кезінде келіп тұр деп келіннің өзіне айтыпты. Сөйтсе келін, мен жұмысқа тұра алмай жүрмін, егер жұмысқа тұрсам көреміз депті. Сонда ағам жұмысқа тұруыңа өзім көмектесейін, тым болмаса келіннің дүкенін сатушы болсын деп екен. Жаңа жылдан кейін Алматыға жұмысқа кетемін деп жүрмін депті. Міне осыдан ақ Маржанның ойы маған айқын бола бастады. Қазірше жұлдыз жорамал сияқты көрінер. Алайда көрерсіздер. Соңында тап осы мен айтқандай болады. Сол Маржанның қулығы деген осы. Үлкен атамызды не әрі не бері емес күйде қайтарып отыр. Себебі ақшалары бар деп айырылысы келмейді, бірақ оңайлықпен балаларын да бергісі келмейді. Әйтпесе бір мекеде бас инженер адам өзім жұмысқа тұрғызамын, өзім көмектесемін деп тұрса, жан деп жүгірмей ме? Әрине жүгірмейді. Оған себеп жақында көтеріліп қарын шығады. Ауылда жүрсе оны ешкіммен жасыра алмайды. Қалада болса кім танып, кім біліп жатыр, кімнің бірі боп қарнын сипап жүр береді. Қысқасы мен сол үшін қанша жерден жазам деп оқталсам да, Маржанға жаза алмадым. Ыңғайсыз құрысын. Тіпті ұят тірлік қой менікі. Кеткен қатынның көтін андып не қылып жүрмін деймін да баяғы. Бірақ қазір менің жағдайым сондай. Соңына түсіп аңдымасам болмайды. Өйткені абысыным уыс ақша ұстап жүр. Сонда да маған қыңқ демейді. Тым болмаса келін жерді қашан әперейін, биылдан қалмай жер алып қойсақ деген екен. Онда мен жаныма жылу болып, алаңдамай сабырға келерем. Алайда бұл қатын үндемейді. Сол жермен үй жайлы тіпті де жақ ашпайды. Әйтпесе байы екеуі қосақтасып мына ауданға күнде барып келіп тұр. Құрғыр біздің ауданға қосқалы жердің бағасы күн сайын көтеріліп бара жатыр. Ертең бір күні жер қымбаттап кетті, ақшам жетпейді деп сөзінен секіріп кетпесіне кім кепіл? Осыны ойлағанда бір жағынан аңдай жүргенім дұрыс па деп те қаламын. Екінші жағынан енем бар ғой, өзі шешіп берер деп ойлап қоямын. Қысқасы сол күні мен дүкенге тағы да бардым. Қыс айында оңай емес. Күні бойы тік аяқта жүрген соң табанынан суықсыз өтедім. Ал адамдардың болса қарасы үзілмейді. Бірінен соң бірі кіріп шыға береді. Бірі қарызға сұраса, енді бірі болмаса ақша қалады. Ол адамды кешке дейін қатты шаршатады. Содан бір кезде ағам мен жеңешем келді. Онан мен күйеуімді шақырып, екі еркек тауар кіргізді. Сол күні кешке қарай Маржанмен сөйлесудің реті келді. Жолым болғаны шығар, ол маған өзі жазып бастады. Динаш, қашан келесің? Келемін деп едің ғой дейді. Пәйімді ішіп болғанымдай болдым. Әрине, мен бұны әдейі жаздым. Жоқ, бүгін емес, ертең жоқ, арғы күні келсейші деп жазды. Қолым тисе көреміз, бүгін қолым бос емес десем. Мен бүгін бір жерде жүредім. Арғы күні келсең жақсы болар еді дейді. Осы бір жерін нақтап сұрағым келіп еді, бірақ сұрай алмадым. Тәпіштеп сұрай бергенім күдікті болуы мүмкін. Онымен ол айтқандай күні қолым босамады. Дүкенде сауда деп жүрдім. Сөйтіп жүргенде жаңа жыл келді.
Оны тарсылдатып күтіп алып, ескісін шығарып салдық. Әне содан соң ғана Маржанға бардым. Екеуміз отырып біраз өсектің басына су құйдық. Сонау марқұм байларымыздан бастап қазіргі күнімізге келдік. Байға тимейсің ба деп сұрадым. Пока что ойым жоқ дейді. Тым болмаса жүріп жүрген жігітің бар шығар деп сұрадым. Денсаулық үшін жүрген біреу бар дейді. Сонда менің ол кім еді, ауылдық ма деп сұрағым келді. Бірақ ауылдық емес, сен танымайсың, қаладан деген Маржан менің алдымды орап кетті. Танымайсың деп отырса әрі қарай сұрап не керек? Маған осы танымайсың дегеннің өзі жеткілікті еді. Ол өзіміздің қайнағамыз екеніне күмән қалмаған сияқты. Өйткені мен білетін Маржан болса басқа жігіттің әлде қашан фотосын көрсетіп, міне мына жігіт деп мақтанып отырар еді. Тіпті әне бір жүнтөстің өзін қайта-қайта айтып, келіп көрсетем деп шақырып қоймайтын еді. Тап қазір танымайсың деп тығып отыр. Дегенмен әлі уақыт бар ғой алда. 3 айда туа салатын қоян емес. Бір күні болмаса бір күні. Өзі-ақ айтар деп әңгімемді басқа арнаға бұрдым. Маржан, мына балаларды үлкен атаға жіберіп тұрсаң болмай ма деп сұрадым. Мамам үйде ғой, өзі қарайды дейді. Дұрыс қой, мама қарайды. Бірақ балаларды өз ағайындарынан айырып керегі жоқ ау сірә. Оның үстіне жеңешемдер қазір мықты тұрады. Олар өздері киіндіріп, өздері қарайды. Керек болса үлкен атаның табысының өзі жетіп артылады дедім. Мен осы жеңешемдер деген сөзді әдейі қостым. Мүмкін олар жайлы бірдеңе деп айтып қалар ма екен деп үміттенген едім. Тіпті айтпаса да реакциясын көрейін деп едім. Алайда, ол кісілер мықты боп кетіпті деген Маржаным әріге аспады, яғни сөзімді жалғап кетпеді. Қысқасы қысқаша аяқтады. Осыдан соң өсегіміз өрмей қалды. Айтқысы келмейді. Оны түсіндім. Ондайды айтса болмайды ғой. Мұның жұмысымен айтқандай бала тауып қатайып беру ғана. Әрі қарай шаштағы болмауы. Қазір бізде мұндай отбасылар жетеді. Керек десеңіз, байы өз қатын басқа еркектен туғызып алғандар да бар. Жоқ демеңіздер, онда еркектер де бар. Сонда қатының туып бергені не тұрады? Түк емес. Өзің бала туа алмасаң, байыңды басқа қатынға қимасаң, ең оңай жолы осы емес пе? Анам айтқандай, естімеген елде көп дегенің осы. Қазір жын-жыпырдың бәрі жер бетінде қаңғып жүр. Бәлкім, бұл біреулердің құлағына түрпідей тер, жағаларын ұстап, азғындық деп айтар. Алайда бұл біздің қазіргі қоғамда болып жатқан нәрселер. Тек екеу ара, немесе үшеу ара әңгіме болған соң, адамдар ести бермейді. Басқа түссе, баспақшыл деген бар. Жүре берсең көре бересің. Қысқасы сол күні мен Маржанның ешқандай ақпарат біле алмадым. Қайта-қайта шұқылап сұрай беруге тағы да ұялдым. Танымайсың, қаланікі дегеннен түйгенім, күмәнім жоқ деп айттым. Ал балаларды мен өзім сұрасам ғана анда-санда жіберіп тұратын түсіндім. Басқаларға сенбеймін, өзің алып кетіп, өзің әкелмесең дегендей қисынсыз сөз айтты. Бірақ бәрібір бұрын ақша беріп тұрса, араласа берсін дегендей ойнайды. Әрине ақша берсін деп тікелей ештеңе айтқан жоқ. Айтқаны, бұлардың киімі бар, тамағы бар. Өзім жұмысы жүргенде сол жағын ойламай ма? Әй-шәй жоқ, анау қақпас келіп, дикен дегенше деді. Сол кезде үлкен атамыз қаттырақ кеп асыра сілтеген сияқты. Бірақ ол кісі өте сауатты адам. Соттасса да ала алмайтынын білмей ме? Әрине біледі. Оның білмейтінін жердің астында. Білген соң ғой келіп, қоқан-лоққыға басып көргені. Басын бұға қалса, тартып алайын деген шығар. Онан қорқатын Маржан ба еді? Шәпкісін теріс кигізіп жіберер. Дегенмен бұл жерде бәрін ақша шешеді. Атама соны түсіндіру керек. Жарайды, Маржан, мен енді үйге қайтайын деп жинала бастадым. Бұл мені есік алдына дейін шығарып салды. Бұрынғыдай сампылдап күреу жолға дейін бармады. Онысы енді күн суықтан шығар. Сонда мен, Маржан, ара-арасында өзім келіп балаларды алып кетіп тұрайын деп айтып кеттім. Айттым ғой, өзің алып кетіп, өзің әкеліп жүрсең, жіберіп тұрамын деп дейді. Маған да керегі осы сөз еді. Шөп дегізіп бетіне сүйдім де үйге қайттым. Міне бұл маған Маржанмен көбірек сөйлесіп тұрған мүмкіндік берді. Мына маған да керегі сол еді. Уыстан шығармау керек бұл қатынды.
Жеңешем уәдесін орындаған күні шаруам болмайды. Ал енді бір күні кеше ғана келген қаңтарың бітіп ақпан келді. Мойнымды қанша созсам да жеңешемнен хабар болмады. Негізі мына саудада жүргендер білет, қаңтар мен ақпан саудаңның тұралайтын кез. Бұл 2 айда киім кешек мүлде өтпейді. Елде ақша болмайды. Болғандары ішім жемге ғана жұмсайды. Құлағым естіп жүрген соң жарайды деп үндемей жүрдім. Бірақ бұл қатын көз алдымда өзгеріп бара жатқандай болды. Ең бірінші дүкенге шақырғанды қойды. Онысын бұрынғыдай саудасы жоқ қой, мына 2 айда жылда осылай болады деп түсіндірді. Оған да мақұл дедім. Сөйтіп жүргенде ақпан бітті, наурыз жетті. Жеңешемнен сонда да ешқандай табыс болмады. Онысы да көрдім. Ал енді наурызың бітуге таяды. Мұнаң сорақысы сол, мен бар кезде маржан жоламайды, жоқ кезде бас сұғады. Әйтеуір маржан қатын маған ұстатпады. Демек жеңешем айтып қойды, Динаш бар кезде дүкенге келме деп ескертіп қойды. Оған менің күмәнім жоқ еді. Содан бір күні ойда жоқта енем шақырып, келін, өзің барып мыналардың баласын әкеп берші деп дөңк еткізді. Түк түсінбей қалдым. Сонда қалай деймін? Қалай әкелем? Кеше ғана жолама деп жүрген енем неге ауып түсті деймін? Күн жылынды ғой, енді араласа берсе болады ғой деп маржан келін рұқсат беріпті. Бірақ Димаш келсін депті дейді. Мен бармаймын деп айтып салдым. Енем сонда бір түрлі көзбен қарап алды. Өйткені түсінбей қалды. Ал енді кеп жатып алып мен ойланайын. Маржанмен кім сөйлесіп жүресі? Оны кімге айтқан деген сұрақ менде. Егер өздері сөйлесіп, өздері келісіп жүрген болса, менің не қатысым бар? Әлде маржан мені бетке ұстаған боп, осының бәрін әдейі жасап жүрма? Себебі кімге болса да айтты ғой, баланы алып кетсін, араласа берсін деп. Соны менің өзіме деген айтпағы олған жоқ. Міне осылайша менде жауапсыз жұмбақтар көбейді. Әрі-бері жатып ойланамын, бірақ миым жетпейді. Мысалға, мен дүкенде тұрғанда маржан қаншық аяқ баспайды, жоламайды, келмейді. Ал дем алып үйде болған күні ол аяқ асты пайда болады. Келіп саудасын жасап, керек продуктысын көтеріп кетеді. Мен оны сырттан естимін. Сонда мен күйінбегенде кім күйінсін? Неге бұлар жұмбақтағанның үстіне жұмбақтата береді? Жеңешемнің мұрнына менің үйімнің иісі де келмейді. Жалпы бұлар менің үйімді орнына қоюға ниетті ма, жоқ па? Құрысын сөйтіп жүріп наурызда бітті. Маржанның балаларын бір ретті әкелдім. Өткен үлкен енем өзі келіп өтініш жасады. Соны алдын ала маржанға жазсам, Динаш, тездетіп келші, өте асығыс едім, мені такси күтіп тұр деп жазды. Мен сонда барымды салып жетіп барсам да, маржаным қалаға тайып тұрыпты. Ойбай, әрі кетсе 10 минут өтті ғой деймін. Сонда қалай? Ол қатының мен келгенше шыдай алмағаны ма? Құйрығын көрсетпей қашқанын қараш. Бұл да бір күмән туғызатын нәрсе еді. Мүмкін қарнымды көріп қояды деді екен. Қап бәлем, тоқтай тұр сен қатын. Алдап қашқанды көрсетемін саған. Кәкірі бар қатын бұл. Әйтпесе неге қашады? Әбүйір болғанда 2 баланы киіндіріп кетіпті. Әй жоқ, айтқандай кетті ма ол? Әлде үйінде жасырынып қалды ма? Мына екеуінен сұрап көрейінші. Ақжан, мама қайда кетті, білесің ба? Білмеймін деген қыз иығын еткізді. Жа сенші, маманы көрдің ба? 3 жастағы бала не десін? Көзі жыпылықтап түсінбегенде қарады. Бәсе, мұның сыры түсінікті болды маған. Маржан олардың көздеріне көрінбеу керек. Олардың дегенім ата-енесінің. Сол үшін балаларды саған ғана берем, саған ғана сенем деп маған алып кет деген сияқты. Және де өзің әкетіп өзің әкел дейді. Типа оларға өкпелеген боп, көздеріне көрінбей жүріп босанып алу. Қысқасы бар ғой, мен есімнен ауыстым. Өйткені айналамның бәрі түсініксіз жұмбақ боп кетті. Ол аз десеңіз, бір күні өзімнің енем шақырып алып, Келінжан, жағдайлары болғанда берер, қазірше сұрауға ұялып отырмын деп сан соқтырды. Маған үйімді берсін, болды, басқасымен шаруам жоқ деп айтып салдым. Ойбай, келін олай деме, өздеріне келіп алсыншы. Өткендегі дүкеннің ремонтының өзіне миллиондай ақша кетті деп отыр дейді. Кете берсін.
Оның дүкенін мен өртегенім жоқ қой апа деп қарсы шықтым. Енем сонда кәдімгідей ойланып қалды. Әсте менен ондай жауап күтпесе керек. Өйткені осы 5 жылда мен бұлай сөз қайтар көрмеген едім. Соған миы жетпей аңырап отырып тұр. Ашуым келсе мен қайтейін, қалайша шыдап тұрайын. Сеніп жүрген өзімнің енем де менің сыртымнан сөйлесіп, тонпысып жүргенге ұқсап тұр. Маймөңкілеп ағына жығыла бергенше, менің келіннің үйін соғып беріңдер деп оларға неге айтпайды? Сол баяғы баласын өлтіріп алдық деп бастарын бұға береді. Бұларға бұға берсең суға береді. Өлетіндер өлді, енді елеспен емес, тірі көзбен өмір сүру керек қой. Ол оқиға өтті, кетті. 3 жылдан көп болды. Құдайдан құдіретті кім бар дейсің? Қолдарынан келсе өлігін тірілтіп алсын. Мына жерде қараңдаршы. Баланы алып кет деген маржаным ұстатпай кетті. Ол неге менен қашып жүр? Жүйкем тозып жұқарып бітті. Апа мұнан кейін маған балаларды әкеліп бер деп айтып отырмаңыз деп шығып кеттім. Аузын айқара ашқан енем көзі жыпылықтап қала берді. Қалса қалсын, менің сыртынан ешкімде тон пішіп, жыртық жамамасын. Айттым, бітті. Мен мұнан әріге төзбеймін. Келсін, айтсын, менің бетіме айтсын. Сырттай сыбырласқанды көрсетем бұларға. Әй, мұрынбоқ, сенің қолыңна не келеді? Соны айтшы осы. Қалай сөйлейтін болғансың сен деп зірк етті күйеуім. Тап осылай сөйлесемін деп мен де шәң кеттім. Деп орнынан атып тұрды. Басымды жұлып алып бетіне бажырая қарадым. Екі көзі шарарасынан шығып кетейін деп қалшылдап тұр екен. Міне, кешегі бұзау бүгін бұқа болды дегенің осы. Жалпақ жұдырығыммен жалп еткіземе қайтеді дегенімше болмады. Мен сені әлі де сыйлайын. Екінші рет осылай сөйлеп шәңкілдегенді естісем, жақсылық күтпе деп есікті тарс жапты. Сонда ғана байқадым. Есіктің сыртынан енем келіп тың-тыңдап тұр екен.